эндокриндік жүйенің ауруы бар пациенттерді тексеру әдісі тақырыбы. Практикалық сабақ уақыты 4 сағат. Бірінші аудиторияда алған білімді тексеру үшін бірінші сіздерден білімді өзектендіру, студенттерден үй жұмысын сұраймын. Қант диабеті бізде инсулин және де инсулиннің жетіспеушілігінен дамиды. Яғни инсулиннің секрециясының төмендеуіне немесе инсулиннің жетіспеушілігінен дамитын зат алмасу бұзылысынан пайда болатын созылмалы ауру. Бұл өздеріңіз білесіздер, терапия өтілді сіздерде көптеген асқынуларға алып келетін ауру. Келесі сұрақ, қай без қай гормон бөлетінен объективті және субъективті қараудан емес, көбінесе қай безден бөлінуіне жатасыздар. Ең жаңа сіздердің өздеріңіздің қатарында отырған группаластарыңыз яғни сіздерге түсіндіріп берді, әр безде қандай гормон бөлетінін және оның қандай қызмет атқаратынын, қандай тексеру әдісінде оны анықтауға болады, қандай ауруға әкелетінін айтқан болатын. Енді сіздерге бір-бір 10 ұяшық берді, оныңызға әр ұяшықта әрбір нелер бар, сұрақтар бар. Сол сұрақтар бойынша жауап береміз. Бұның жауабын жаңа өздеріңіздің қатарда отырған өздеріңізді тыңдасаңыздар. Бірінші Нұрай. Неліктен пайда болады? Қант диабеті неліктен пайда болады? Инсулин қандай безден бөлінеді? Қай безден ұйқы безінен? Екінші сұрақ айтып қояйын сізге. Қайтадан бастаңыз. Сен қандай? 3. Стравина жеместің қандай бездерден бөлінеді? Анал. Қандай бұққаңыз? Және қандай синдромдар кезінде кездеседі? Яғни былайша айтса, қандай аурулар кезінде, яғни қандай синдромдар кезінде кездеседі? Теріде не көріп тұрсыз? Бізде теріде көбінесе жаңа ішкі межелерінде жоқ, қалай бар, іште және де сүт безінде көбінесе жаңағы гиперпигментация болып тұр. Сүт безінің, яғни бездің сүті ауыр. Бездің сүттерінде бізде гиперпигментация болып тұр, яғни бұл бізде көбінесе адистің синдромда кездесетін. Жоқ, балалар ең басты көңіл бөлу керек еді. Қант мөлшерін анықтау. Қант мөлшерін анықтау. Ағзада окситоциннің атқаратын рөлі. Шатырдың? Жауабыңыз дұрыс емес, шатырдың жиырылуын күшейтеді. Барлығымыз ручка, дәптер барлығын шетке қоямыз, тек қана маған көңіл бөлеміз. Бірінші, эндокриндік жүйенің ауруы бар пациенттерді тексеру әдістері. Бұл жерде бірінші эндокринді деген сөзге мән беріп алайық. Эндокринді жүйе дегеніміз өзі эндо деген ішке, крино бөлемін, ішке гормон бөледі, бүкіл бездерді эндокринді жүйеге жатқызамыз. Эндокринді жүйе ол бүкіл ағзаның зат алмасудың және де жүрек қан тамыр жүйесінің бүкіл ағзаның жұмысын реттеп отырады. Бұл жерде тек қана бір без туралы айта алмаймыз. Ол жерде біз айтамыз, ұйқы безін айтуға болады, бүйрек үсті безін айтуға болады, гипофизді, қылқанша безін айтуға болады. Лабораториялық және инструменталдық деп бөлеміз. Енді өзіміздің тақырыбымызға қайта оралайық. Мына паспорттық мәлімет барлығында бірдей болады. Субъектив тексеруде бірінші шамдары. Жаңа мен сіздерге атап өтіп кеттім, әрбір бездің
гормондары да әртүрлі. Соған байланысты шағымдары да әртүрлі болады. Соғы, шал соғы, қызба, дененің тершеңдік, ашуланшақтық, іш ету пайда болады. Феохроматостома қан қысымының көтерілуіне байланысты болады. Айқын әлсіздік бұлшықеттерінің аденемиясы, созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің басты белгісі болады. Гипотиреоздар кезінде ұйқышылдық, көңіл күй, бет әлпетінде науқаста экзофтальмына суретте көрсетіп тұр, яғни көз алмасының сыртқа қарай шығуы, көздің шарасынан шығып тұруы. Бұл бізге бағандан айтып жатқан диффузды токсикалық зобқа тән белгі. Маска тәрізді бет, яғни мимикасы бет дейді. Не үшін мимикасыз? Ол ісік салдарынан пайда болады. Бұл кезде кішірейген көз гипотиреоздар кезінде кездеседі. Сосын мұрын, ерін, құлақ үлкеюі бұл акромегалия салдарынан пайда болады. Акромегалия қай гормонның жетіспеушілігінен, бөлінуіне, көп бөлінуіне пайда болады? Өсу гормоны не бізде? Соматотропин, соматотропин қай гормонды, қай без бөлетін еді? Соматотропин гормоны. Соматотропин өсу гормоны. Гипошек ұштарына қараймыз, гиперпигментация. Сосын жаңа мен суретте көрсетіп кеттік, ақ стриялардың болуы, исенка-кошинг ауруы кезінде кездеседі. Бозғылт тері болуы, бозғылт тері және оның мұздай болуы гипотиреоздар кезінде кездеседі. Терінің серпінді болуы зобқа тән. Енді мына жерде сіздерде әйелде еркек тектес болуы, түйірдің сыртқы секреция бездері бұл белгілі бір ағзаға қуысында немесе дененің бетінде сөл бөлетін бездер. Ал ішкі секреция бездері бұл өзекті, бұл бездер өзегі жоқ сөлдерді тек қана қанға немесе лимфаға бөледі. Самайыз морбида қойылатын сұрақтарды білесіздер өздеріңізде, постоянно үйретіп жүрмін. Ол сіздерде ауру қашан басталды, ауруды немен байланыстырасыз және қандай лечение, қандай ем алдыңыз, және оның әсері қалай болды. Может, ол науқас мүмкін диспансер учетта тұратын шығар, соңғы стационарлы емінде міндетті түрде сұрауымыз керек. Ал аурудың анамнез методы бұрын қандай аурулармен ауырдық, оны міндетті түрде сұрауымыз керек. Туберкулез, созылмалы бүйрек жетіспеушілігіне әкелуі мүмкін. Оның алдында тонзиллит және де пневмония аурулары қалқанша безінің өткір жедел қабынуына алып келуі мүмкін. Тұқым қуалаушылық аурулары міндетті түрде сұрауымыз керек. Пациентасы мына жерге бір студентке отырсын. Алдына тұрамын, балалар қарап алыңдар, қазір өздеріңіз осыны жасайтын боласыздар. Науқастың алдына тұрамын, ең өзімнің негізі пайдаланатын әдісім екінші, үшінші, төртінші, бесінші саусақтарын науқастың арт жағына, қолымдағы бірінші саусағымды мына жерде қалқанша сіздерге түсіндіріп бар. Қалқаншалық шеміршекпен және де сақина тәрізді шеміршектен әрі қарай сәл түссеңіздер, мына жерде бізде моншасы орналасқан. Содан ақырын ғана пальпация жасаймыз, оны басуымызға болмайды қатты, яғни ақырын пальпация жасаймыз. Осы кезде қалқанша безі, міне кімде бізде жандоста қалқанша безінің ұлғаюы жоқ, және де ешқандай түзілістер жоқ. Екінші әдіс науқастың сол қолында артына қоя отырар жасаймыз. Тура осыны науқастың артынан тұрып, бұл кезде 4 саусағымды жасаймын. Бірінші саусағым артына тұрып, жаңағы моншадан бастап ақырын пальпация жасаймыз. Пальпация қалқанша безінің тексеру әдісінің 3 әдісі, пальпациясының 3 әдісі бар. Қалқанша безінің ұлғаюының 5 дәрежесі бар бізде. Құлдырағойын рахмет жандос. Бізге глюкозаға төзімділік бұзылған кезде жібереміз. Науқас келді. Сіз айтқандай 5-те 5 емес, 5-те 5-ке дейін емес, 6-та 7 болып тұр. Ол науқасты біз әрі қарай зерттеуіміз керек. Біз глюкоза толерантты тестке жібереміз. Глюкоза толерантты тест. Науқас аш қарынға бізде тегін беріледі пациенттерге, үй жағдайында да пациент тексеріледі. Оны пациенттерге үйрету сіздердің міндеттеріңіз. Пациентке бұны тегін беріп жүріп, міне сіз мынаны аласыз деу дұрыс емес. Сіз қалай қолдануды сіз үйретуіңіз керек. Ең бірінші, науқас қолын гигиеналық тұрғыда жуып алады. Бұл жерде ол науқасқа қол жуу процесін айтып үйретудің керегі жоқ. Гигиеналық тұрғыда жуады. Глюкометрдің өзі ашады науқас мына жерде. Яғни ішінде сам өзі глюкометрдің өзі, тест полоскасы және оның
дисквалификатор, яғни тиісетін несі ланцеттері болады, иә. Енді бірінші науқасқа қолын жуып алғаннан кейін ол үйде өзі жасай алу керек, не болмаса басқа кісі жасап үйрену керек, иә. Бірінші спиртпен тазалап өңдеп алады. Сосын мынандай өзінің ішінде ручкасы болады, ішіне нақ орналастырамыз. Басында инесі болады, алып тастаймыз, мынау уже қажет емес бізге. Сосын науқасқа жабамыз, ручканы зарядтаймыз. Дальше глюкометрді аламыз. Глюкометрге бірінші бізге глюкометрді өзін тест полосканы орналастырған кезіңізде сізден қан сұрайды. Мынаны аласыз, кішкене мөлшерде, ручкалы, баса салсаңыз, ішінен ине шығады, қолына кіреді, кішкентай мөлшерде. Оны мынаған құюдың керегі жоқ. Яғни глюкометрдің өзін тегізсе, мына жерден 5 секундтың ішінде результаты шығады. Жаңа сіз аяулым айттыңыз, қалыпты жағдайда глюкоза мөлшері 3/3, 5/5 мөлшерінде болады. Енді бұл сіздерге түсінікті ма? Келесі тексеру әдісіне көшеміз. Екінші, қасында глюкозасын қандағы қанттың глюкометр арқылы тексеріп аласыз. Оны жазып қойдыңыз. Мысалға алатын болсақ 8:00-де аш қарынға. Сосын науқасқа 75 грамм глюкоза береміз. Өздеріңіз білесіздер, глюкозаны ішкеннен кейін, глюкозаны қабылдағаннан кейін біз оны өзіміз энергияға жұмсап тастаймыз да, қалыпты 2 сағаттың ішінде ол қалыпты деңгейге жету керек. 2 сағаттан кейін науқасты жағыңызға отырғызып қоймайсыз, ол өзінің жеке жұмыстарымен өзі жүреді, энергиясын жұмсайды. 2 сағаттан кейін қайтып келеді, кәдімгі қозғалыстардан кейін науқас келеді, 2 сағаттан кейін қайта зерттейсіз, қайта глюкометрмен жаңағы алгоритм бойынша сахарын, қандағы глюкозаны тексересіз. Қалыпты жағдайда нормаға қалыпты деңгейге түсу керек. Ал оның қалыпты деңгейден жоғары болуы 11-1-ден жоғары болса, сол моментте сахарный диабетпен есепке алынады. Гемоглобин тек қана қант диабетін анықтау үшін емес, қыздар, және де біз қант диабетімен учетта диспансерлік есепте тұратын науқастардың емін, яғни біз компенсация ма, декомпенсацияда, яғни ауырлық дәрежесін анықтау үшін де гликозированный гемоглобинді бақылап отырамыз. Әр ай 3 ай сайын сізге науқасыңыз келеді, осы деңгейде гликозированный гемоглобинді тапсырады. Егер де өзіңіз ойлағандай біз қант диабетінің учетта тұратын науқастарды 6-1-ден көтермеуге тырысамыз, яғни ол жерде жоғары болған жағдайда біз науқасты 6-5-ден жоғары болса, қант диабетімен диспансерлік есепке ала беруге болады. Өйткені бұл 3 айдағы қандағы қанттың мөлшерін анықтап беріп тұр сізге. Зәр анализінде біз глюкозаны анықтаймыз. Экспресс метод арқылы анықтау, экспресс тест арқылы анықтауға болады. И қалыпты жағдайда зәрде глюкоза болмайды, балалар. Глюкозаның болуын не деп атаймыз? Гликозурия деп атаймыз. Оны қалай анықтаймыз? Науқастың кіші дәретін, яғни науқасты аламыз. Ол қыздар экспресс методқа бізге кетон денелерін анықтауға, глюкоза, ацетонды анықтауға бізге тест полоскаде тегін беріледі науқасқа. Оны қолына береді. Науқас өзінің жағдайын біледі ғой. Шөлдеп жүргенін, денесінің қышып жүргенін, қант диабетінің белгілерін анықтаған кезде науқасқа ыдысқа кіші дәретін құяды. Сосын оның ішіне тест полосканы салады да, міндетті түрде сразу алады. 5 секундтың ішінде, 2 минутта күтуге болады. Кейбір тесттер, қазіргі тесттерде 5 секундтың ішінде дәрежесін шығарады. Сыртында бізде тест полоскалар бар. Сонымен өзі тест полосканы қарасаңдар, онда ешқандай бояу жоқ. Ол сұр кәдімгі сары полоска тұр. Зәрге салғаннан кейін бұнда қанттың мөлшеріне байланысты түсі өзгереді. Қанық болған сайын зәрдегі глюкозаның мөлшерінің көп екендігін көрсетеді. Сосын зәрдегі қантты анықтау. Бұл көбінесе стационарлық жағдайда жүргізеді. Азанғы сағат 8-ден науқасқа кіші дәретке баруын сұрайсыз унитазға. Қалғандарын науқасқа 3 литрлік банка беріледі. 3 литрлік банка
науқас күні бойы ертеңгі сағат 8-ге дейінгі тәулік бойындағы зәрін соған жинайды. Балалар, тәуліктік зәрі қанша болады қалыпты жағдайда? 1,5-2 литрге дейінге 3 литрге бердік, науқасқа жинадық. Сосын бізге перчатка керек, мейірбике перчатка киеді, 200-300 белгіленген миллилитр белгіленген ыдысты алады. Жаңағы зәрді міндетті түрде таяқшамыз болу керек. Бірінші араластырамыз, сосын зәрді құямыз, араластырып көреміз. Неге араластырып жатырмын, балалар? Өйткені глюкозаның түбінде тұнып қалады, соны араластырып құйып, бетін тығыз жауып, лабораторияға жіберіп, қолымдағы перчатканы және киімдерімді бұл қалдығына тастайтын боламын. Келесі, бұл зәрді текститті, қан плазмасындағы эспептидті анықтау. Эспептидті міндетті түрде анықтаймыз, қыздар. Бұл инсулиннің эндогенді бөлінуін бағалау. Яғни эспептид бірінші типте диабетте төмендейді, екінші типте қалыпты болады, немесе жоғарылау болуы мүмкін. Енді қазіргі соңғы жылдар кеңінен қолданып келе жатыр. Антигенге антиденені дайындап, антигенге иод 125 және де иод 131 таңбаланған антигенеге қосамыз. Сол кезде таңбаланған антиген орнына таласады. Осы кезде бізде гормондардың мөлшерін өте дәл анықтай алатын боламыз. Ең көп таралған және де ешқандай зиянды әсері жоқ, жасалуы да оңай және де ешқандай дайындықты қажет етпейтін зерттеу әдісі. Яғни қалқанша безінің өзегі туралы айтып тұрмын. Қалқанша безінің өзегі және ұйқы безінің өзегі жасауға болады, және құрсақ қуысының өзегін сүруге болады. Кең таралған, кеңінен таралған қазіргі кезде. Пациент әйел 45 жаста, шағымы, шөлдеу, жиі зәр шығару, әлсіздік. Анализ нәтижелері бойынша ашқарындағы глюкоза 8,2 моль, 2 сағаттан кейін 13,5 моль, глюколизированный гемоглобин 7,6%, зәрде глюкоза бар, яғни плюс, ацетоны тоже бар, плюс. Жалпы тапсырма студентке 3 сұрақ берген, бірінші бізде нәтижелерді бағалау. Жалпы нәтижені бағалайтын болсақ, бізде көрініп тұрғандай ашқарында глюкоза жоғары, яғни бұл бізде жоғары гликемия дегенді білдіреді. Жалпы қалыпты жағдайда бізде 3,5 болу керек, ал ашқарында глюкоза бұл жақта 8,2 моль болып тұр. Екінші жағдай бізде 2 сағаттан кейін, яғни ГТТ, бұл жақта бізде 13,5 бұл көрсетілген 2 сағаттан кейінгі тест. Қалыпты жағдайда 7-8 моль болу керек. Егер де 11,5-тен жоғары болса, онда біз қан диабеті бар дегеннен өшіріп қалуымыз қажет болады. Одан кейін бізде глюколизированный гемоглобин 7,6% болып тұр. Бұл да бізде жоғары, нормада 6% болу керек. Бұл бізде жаңағы созылмалы гипергликемияның әсерін бар екенін көрсетеді. Одан кейін бізде зәрде глюкоза бар, яғни глюкозурия бар. Сонымен қатар ацетон және кетон денелер тоже да плюс болып тұр. Негізі екі жағдайда бізде болмау керек. Зәрде глюкозаның екінші типтік түріне тән. Жалпы қан диабеті кезінде екінші типтік түрінде пациенттерде болатын жаңағы шағымы пациенттегі айтып тұрғандай шөлдеу, пациентте екінші типінде жиі зәр шығару және де әлсіздік болады. Осыған байланысты екінші типтік диагноз қойылады. Сонымен қатар бізде гипергликемиясы жоғары болып тұр және де шағымдары баяу дамыған болады. Жаңа мен айтқан анализдердің ішінде тағы қайсысына жіберуімізге болады? Қосымша зерттеулер ма? Лейкерленген гемоглобин жаңағы 2 сағаттық соңыз да лейкерленген гемоглобин. Ол 3 айда. Одан кейін біз жаңағы қосымша зерттеулер қажет. Қосымша зерттеулерге бізде жаңағы қандағы липидтер профилі, инсулин мен сапоптидтен кейін анықтау болып табылады. Және жалпы бүйректің функциясы, бүйректің жаңағы бүйректегі креатинин мен мочевинаны тапсырады. Жаңағы және қалқанша без гормондары, яғни эндокриндік ұсыныстарын анықтау үшін және дәрігердің кеңесіне жүгінеді. Жағдайлық есеп бұл жерде ситуационный есеп, ситуациялық жағдай. Бұл жерде берілген сіздерге шағымдар берілген, астында анализдер берілген, анализдер берілген, оның астында не істеу керек? Интерпретация, нәтижелерге интерпретация, яғни талдау жасаңыз деп тұр,
қай кезде кездеседі жаңағы айтылған және қосымша қандай зерттеулер жүргізу керек. Қосымша тексеру әдістерін білесіздер ғой, лабораториялық және инструменталдық. Қандай тексеру әдісін алғашқы жібересіздер. Сол туралы айтасыздар. Көпшаға берем 3 тақырыпты, 3 сұраққа үшеуіңіз тез орындап жібересіздер. Ойларын жауап береміз ба? Соматостатин бізде жалпы қандағы глюкоза мөлшерін көбейтеді. Және де бауырда бөлінген глюкогенді бауырға бөлінген глюкогенді реттеп отырады. Ал соматостатин жаңағы инсулин мен глюкогеннің бөлінуін жалпы реттеп және тежелеп отыратын болады. Осы гормондардан бөліну кезінде бізде тексеру әдістерінде, яғни бізде жалпы адамда қан анализі жүргізіледі. Қан анализі кезінде жаңағы гликерленген гемоглобинді анықтаймыз, гемоглобин арқылы анықтаймыз және де қандағы сары суды анықтау арқылы соматостатиннің мөлшерін гормондарды анықтауға болады. Инсулин гормоны бөлінбесе немесе бөлінуі азайса, гормон бөлінген кезде, яғни патологиялық жағдайда бізде қант диабеті пайда болады, яғни қандағы глюкоза көбейіп кетеді. Қант диабетінде одан кейін бізде гликогенде бізде гликогеннің патологиялық жағдайда бөлінбей немесе бөлінуі азаятын болса, бізде жаңағы қандағы глюкоза мөлшері төмендейді гликогенде, ал соматостатин гормоны бөлінбей немесе азайып кететін болса, бізде азайып кететін болса, бізде жаңағы ас қорыту жүйесіндегі ферменттерге әсер етеді және де жаңағы іш ағзалардағы ас қорыту ферменттерін азайтады. Жалпы бөлінулерін реттеп тежелтіп отырады. Оның қызметі және оның бөлінетін гормондары туралы қысқаша мәлімет беріп кетті. Сұрақтарыңыз бар ма? Қазір сіздерде осы ойында сіздерден сұрақ болады менде. Сіздер сұрап алыңыздар келген уақытында. Сұрақ жоқ па? Ақпаратқа келетін болсақ, бізде бюджеттің үстінде орналасқан, ол бізде ішкі секретарьға жауап береді. Яғни бюджет безі ол бізде орналасқан без болып гормон болып табылады. Оның құрылымы екі қабаттан тұрады, яғни екі түрге бөлінеді. Сыртқы қабат және ішкі қабат болып, сыртқы қабат яғни қатысты қабат болып табылса, ал ішкі қабат мыйлы қабат болып табылады. Ол адреналин және норадреналин секілді гормондарды бөледі. Жалпы бізде гормондарға келсек, ол бізде 3 гормон бар. Ол бізде адреналин, норадреналин, кортизол және де альдостерон болып табылады. Жалпы бірінші біздегі гормон ол бізде адреналин, норадреналин, яғни оның негізгі әсеріне келсек, ол бізде жаңағы жүрек соғысын жиілетеді, қан қысымын көтереді және де кейбір кездегі стресс жағдайына бейімді болады. Келесі ол бізде тексеру әдістеріне келсек, ол қандағы және де зәрдегі катехоламиндер деңгейін анықтау болып табылады және де қан қысымын бақылау болып табылады. Бізде кортизол гормонын бөледі, яғни оның әсері стресс гормон болып табылады. Ағзада мұрынсуға және майлардың алмасуына жауап береді. Және біздегі қандағы және зәрдегі кортизол деңгейін анықтайды және АКТГ тестіне гормоны бізде бүйрексті безінің қыртыс қабатының шумақты аймағында бөлінетін гормон болып табылады. Олардың әсеріне келетін болсақ, жаңағы су-тұз балансын реттейді және де қан қысымын реттеуге көмектеседі. Олардың зерттеу әдістеріне келетін болсақ, альдостерон және де ренин деңгейін анықтайды және де электролит анализі жүргізіледі. көмейдің алдында орналасады. Жалпы бізде оның бөлетін гормондары бізде тиреоидті гормондар, тироксин және де триотиранин бөледі. Қызметіне келетін болсақ, белок, көмірсу, май алмасуын ынталандырады. Одан кейін адамның дамуы мен өсуін қалыптастырады. Энергия жасауды қамтиды.
қан айналымы мен тынысты стимулдайды. Жалпы бізде яғни қалқанша безінің қызметінің бұзылуы, яғни ол гипофункция және де гиперфункциясымен сипатталады. Гипофункция дегеніміз яғни жаңағы бөлінетін гормондар өте аз болған жағдайда немесе мүлдем бөлінбесе болады. Яғни ол бізде гипотериозға алып келеді, ал гиперфункциясы яғни өте тым көп гормон бөлінген жағдайда онда ол гипертериозға алып келеді. Яғни гипофункция кезінде, яғни гипотериоз кезінде олар гипертонизм, миксидема, базедов деген сияқты ауруларға шектеледі. Жалпы бізде осы жалпы гипофункция кезінде бізде адамдарда жаңағы ұйқышылдық болады, әлсіздік болады, және де салмақ қосу болады, және де суыққа деген төзімсіздік болады. Ал гиперфункциясы кезінде, яғни жүрек соғуының жиілігі орын алады, және де пациент өте тершең болып келеді, және эмоционалдық жағдайы қалыпсыз болады, яғни өте ашушаң болады, және де салмағы кесеге дейін баруы мүмкін. Ауруларға тоқталатын болсақ, олар кретинизм және миксидема. Кретинизм ол кішкентай балаларда кездеседі, ал миксидема ол ересектерде кездеседі. Яғни гипертериоз жағдайында, гипертериоз кезінде базедов ауруы көздің шарасынан шығады. Жалпы кретинизм дегеніміз кішкентай балаларда, яғни гипотериоз гормондардың яғни жетіспеушілігінен болатын, яғни ол мүмкін анасының жүктілік кезінде болуы мүмкін, ұйықтың жетіспеушілігі немесе тұқым қуалайтын аурулар болуы мүмкін. Ал миксидема яғни ересектерде кездеседі, яғни тоже бізде гипотериоздың бір түрі болып табылады, және де бұл аурулардың кезінде яғни міндетті түрде адамдарда бұл аурулар бар науқастарда аурулар болып табылады. Оларда мысалы жетіп өсу жаңағы қалыпты түрде өсіп жетілуі өте кеш дамиды, әсіресе балаларда психоэмоционалдық жағдай дұрыс емес, өзінің жалпы сана сезімі өздерінен кішкентай балалардың деңгейімен тең болып табылады. Ұйқы безі деп аталады. Жалпы бізде ұйқы безінің орналасуына келетін болсақ, ұйқы безі бізде іш қуысының артқы жағында, жоғарғы бөлігінде, сонымен қатар асқазанның арт жағында орналасады. Яғни ұйқы без бізде ішкі секреция бездері, сонымен қатар ас қорыту бездеріне жататын без болып табылады. Ұйқы безде бізде асқазан сөйлем және гормон бөліп шығаратын, аралас қызмет атқаратын ағза. Оның ұзындығы 12-20 см, салмағы 780 грамм. Ұйқы безі бізде ас қорытуға және ішкі секрецияға қатысады. Жалпы бізде бірінші ұйқы безінің қызметі, жалпы ұйқы безінің қызметіне келетін болса, ұйқы безі бізде екі түрлі қызмет атқарады. Экзокриндік және де эндокриндік қызмет атқарады. Экзокриндік деп отырғанымыз яғни сыртқы секрецияда қызмет атқарады және де ішкі секрецияда. Бірінші бізде экзокриндік бөлімде ұйқы безі жаңағы ас қорытуға көмектесетін қызмет атқарады. Яғни бұл жағдайда бізде ұйқы безінен панкреатикалық сөл бөлінеді, ол бізде үш түрлі жағдай, яғни амилаза, липаза деген секілді көмірсуларды, майларды және ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Осы арқылы бізде бірінші экзокриндік қызметі, яғни сыртқы қызметі жаңағы организмдегі ақуыздарды, майларды және де наркоздарды ыдырату болып табылады. Екінші бізде эндокриндік қызмет. Эндокриндік қызметі яғни ішкі секреция қызметі. Бұл жағдайда бізде ұйқы безінен жаңағы инсулин, глюкоген және соматозатин гормондары бөлінеді. Инсулин арқылы глюкозаның мөлшері жоғарылатады, глюкоген арқылы глюкозаның мөлшері төмендетеді және соматозатин арқылы басқа да бездерге көмегін тигізіп отырады. Яғни осындай қызмет атқарады. Бүгінгі эндокринді жүйенің ауруы бар науқастарды тексеру әдісінің практика сабағы аяқталды. Сабақ қорытындысы бойынша Нұрайға 75 балл, тест бақылауын және қалқанша безінің пальпациялау, практикалық көрсетуден және интерпретация есеп шығарудан, адасқан сөздер тапсырмасынан барлық тапсырмалардың қорытындысы бойынша 75 балл қойылды. Жандос 60 балл қойылды, Назым 60 балл қойылды, Айдана 65 балл қойылды, Ақбота 65 балл қойды, Гүлжайна 65 балл, Аяулым 80 балл қойылды,
Тоғжан 80 балл, Гүлзайда 80 балл қойылды. Сарбиназ 65 балл жиналыпсыз. Жұлдызай 75 балл жиналыпты. Осы бағаларыңыз, қорытынды бағалары, және де ертеңгі тема, келесі сабақтың тақырыбы сүйек буын жүйесінің ауруы бар науқастарды тексеру әдістері. Сол тақырыпқа дайындалып келетін боламыз. Жақсы, сау болыңыздар.